Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай творог қосылған ягодный пирогты жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа, сосын 200 грамм шекер миксермен жақсылап, көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Сосын барып ерітілген сары май жақсылап миксермен араластырамыз. Артынша 200 грамм сүт, ұн, разрыхитель барлығын жақсылап араластырып, осылай біздің тестамыз осындай көлемде болу қажет. Бізге творог, сметана және де шекер жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң табамызды майлап, тестамызды құятын боламыз. Тестамызды құйып болғаннан соң барлығын тегістеп шығамыз лопатаның көмегімен. Тегістеп болғаннан соң дайындап болған творогымызды осылай бетіне жағып шығамыз. Сосын барып қасықтың көмегімен бір тегіс етіп осылай жүргіземіз. Артынша дайындап қойған ягоды бізде черешня және абрикосымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Турап алғаннан соң осылай бетіне салып әсемдесеңіздер болады. 180 градуста пешімізде пісіріп, суылғаннан соң ғана пирогымызды кесіп алсақ болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шықты. Достар, рецепт пайдалы болса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!